Сәлем достар, бүгін сіздермен тауық етінен котлеты дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Алдымен 2 тауық филесін алып, оны жақсылап жуып, майлықпен кептіріп шығамыз. Содан соң тауық етін майдалап кішкентай бөлшектерге тураймыз, блендерге салып фарш дайындайтын боламыз. Ал сізде мясорубка болған жағдайда мясорубкіден тездетіп өткізіп шығуға болады. Фаршқа пияз қосатын боламыз, сол себепті сыртын ашып, жуып, дайындап қоямыз. Пиязымызды кішкентай 4 бүрішті текшелерге тураймыз. Отымызды жағып, тавамызды қоямыз, жақсылап қыздырамыз, үстінен сұйық май құйып, пиязымызды қуыратын боламыз. Пиязды сарғайғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып жатқан уақытта блендерге тауық етін жайлап сала береміз. Содан соң үстінен әртүрлі өзіміздің сүйіп жақсы көретін дәмдеуіштерді қосамыз. Бұл әрине тұзды қосамыз. Содан соң менің қосқаным тауық етіне арналған, ішінде чесногі бар, сарымсағы бар, приправы. Содан соң кішкене қызғылт паприка қостым. Ал сіздер өзіңіздің жақсы көретін, өзіңіздің сүйіп жейтін әртүрлі дәмдеуіштеріңізді қосуыңызға болады. Және де қара бұрышты ұмытпаңыз. Мінекей пиязымызда сарғайып қуырылып болды. Астындағы отын өшіріп, осылай майымен бірге тауық етінің үстіне салатын боламыз. Блендеріңіздің ыдысы кішкентай болса, 2-3 бөлікке бөліп, фарш дайындауыңызға болады. Мінекей тауық етінен фаршымыз да дайын болды. Бұл рецепт ең қарапайым және де оңай, кез келген адам дайындай алатын, балалар сүйіп жейтін котлеттердің рецепті болып келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ендігі кезекте котлеттеріміздің формасын шығаратын боламыз. Фарштың консистенциясы жабысқақ, сондықтан сулы қолмен дайындағаныңыз жөн. Котлеттің формасын шығарып, екі жағын ұнға аунап алуыңызға болады, немесе панировочный сухариға да аунатып алуыңызға болады. Сол кезде қытырлаған корочка пайда болады. Пиязымызды қуырған табаға кішкене тағы да сұйық май құйып, котлеттерімізді қуыратын боламыз. Бір жағы қуырылып қызарғаннан соң, екінші жағына айналдырып қуыруды ұмытпаймыз. Дайындалу уақыты шамамен 20 минуттай, әр жағын 10 минуттай қуырып алғаныңыз жөн. Бірақ міндетті түрде өзіңіз көзіңізбен көріп, дайын болды ау деген кезде өшіріңіз. Мінекей өте дәмді, орысша айтқанда сочный, соғы ағып тұрған котлеттеріміз тауық етінен дайын болды. Балдарыңыз сиыр етінен котлеті жемеген жағдайда тауық етіндегі дайындалған котлеттерді міндетті түрде жейді. Достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, каналыма кіріп, тағы да басқа дәмді тағамдарды тамашалап отырыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.